Баршаңызға сәлем, қызықты деректер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода безеу туралы ақпараттарды білетін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Тері сіздің өмірлік досыңыз ғана емес, ең үлкен және ең ауыр орган. Басқа органдар сияқты ол да ауыруы мүмкін. Оған жиі әсер ететін нәрсе безеу. Безеу дегеніміз май бездері және олардың өзектерінің дұрыс істемеуі салдарынан пайда болатын тері ауруы. Папула, пустула және комедон түрінде көрініс береді. Папула дегеніміз қуысы жоқ бөртпе. Пустула дегеніміз іріңді бөртпе. Және комедон дегеніміз бұл қара нүктелер. Қарапайым безеу 12-13 жас аралығында бозбала мен қыздарға шығады. Безеулік бөртпенің даму механизмі келесідей болады. Май бездері өте көп мөлшерде тері майын бөледі. Ол өз кезегінде терідегі тесіктерді бітейді. Осы кезде үрдісті тоқтату мақсатында лейкоциттер бітелген тесіктерде жиналады. Олар ол жерде өледі. Нәтижесінде ірің түзіледі. Ірің тері тінін кеңейтіп, дөңестіктің дамуына алып келеді. Әдетте безеулер бетте, иықта, кеуденің және арқаның жоғарғы бөлігінде пайда болады. Кеуде мен арқаның толық зақымдалуы сирек кездеседі. Жастық шақта қарапайым безеу барлық адамда болады. Безеулер емделмесе, тыртықтар мен дақтарға айналады. Біріншіден, пісіп жетілген, басы ақ, қолмен тигенде ауырмайтын безеуді ғана сығуға болатынын білген жөн. Екіншіден, осы шараны жасар алдында қолды жуу керек. Безеуді сыққанға дейін және сыққаннан кейін спиртпен сүрту керек. Безеулер мен қара нүктелер өздігінен жойылады деп санаудың қажеті жоқ. Безеу дерматологпен күресу керек ауыр ауру. Емдеу шыдамдылық пен жүйелілікті қажет ететін ұзақ мерзімді процесс. Мұрындағы безеулердің пайда болуы денсаулық жағдайын көрсете алады. Мысалы, мұрынның алдыңғы ұшындағы безеу асқорту проблемаларын көрсетуі мүмкін. Бүйір мұрындағы безеулер гормондардың ауытқуына байланысты болуы мүмкін. Мұрын безеудің ең көп таралатын жерлерінің бірі. Бұл аймақтағы тері тесіктері әдетте үлкенірек болады. Сондықтан олар оңай бітеледі. Дәрі-дәрмек арқылы емдеу. Терінің қабынуын ушықтырып алмас үшін бәрінен бұрын тері дәрігеріне, яғни дерматологқа барып нұсқау алу қажет. Дәрігер жағдайыңызға байланысты дәрі жазып береді, немесе емделудің басқа жолдарын көрсетеді. Бактериялардың таралуын тоқтату үшін күнде таңертең және кешке теріні тазартуға арналған маңызды әрекеттерді әдетке айналдыру қажет. Безеудің пайда болуына көбінесе май бездерінің жүйесіз жұмысы себеп болады. Сол үшін бетте майлы жылтырау пайда болып, бет тесіктері ұлғайып кетеді. Майлылықты басу үшін проблемалы теріге арналған күнделікті антибактериалды қоспаларды пайдалану қажет. Тазартуды жуынуға арналған гельді пайдаланудан бастаңыз. Ол теріге терең сіңеді, бір күнде жиналған кірді кетіреді. Егер теріңіз құрғақ болса, теріні күту қоспаларының құрамында спирттің жоқтығын қадағалаңыз. Себебі спирт теріні құрғатып тастайды. Бет терісінің қара нүктелерінен айырылуға жұмсақ скраб көмектеседі. Сондай-ақ құрамында балшығы бар қоспалар және саздан жасалатын маскалар қабыну процесін басады. Міне достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ал қазірше сау болыңыздар.